Сәлем достар! Бүгін біз оқушылардың жиі қателесетін, көп шатасатын мамандығы жайлы айтатын боламыз. Бұл СЭС. Орысша айтқанда санитарно-эпидемиологическая служба. Оқушылар бізден СЭСте жұмыс жасау үшін қандай таңдау пәндерін таңдау керек, қандай мамандықты таңдау керек деп сұрап жатады. Бірақ шындығына келгенде бұндай мамандық жоқ. Және ешқандай университетте оқытпайды. Егер де сен СЭСте жұмыс істегің келсе, онда қоғамдық денсаулық сақтау мамандығын таңдау керексің. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығы өзінің аты айтып тұрғандай, қоғамның, халықтың денсаулығын сақтауға, оны қорғауға бағытталған мамандық. Бұл мамандықтың иелері түрлі аурулардың алдын алумен, халықтың денсаулық сапасын жақсартумен айналысады. Сонымен қатар қатерлі ауруларға қандай вакциналар қажет, еліміздегі өмір сүру ұзақтығын қалай арттыруға болады деген сұрақтарға зерттеулер жүргізеді. Мысалғы, биылғы пандемия жағдайында карантин талаптарын ұйымдастыру, бақылау, коронавируспен күресу секілді жауапкершілік осы маман иелеріне артылған болатын. Жалпы бұл мамандық иелері дәрігерлер секілді халықтың денсаулығын жақсартып, аурудың алдын алумен айналысады. Бірақ дәрігерлерден айырмашылығым, егер де адамдар ауырған кезде дәрігерлерге баратын болсам, онда қоғамдық сақтау денсаулығы мамандығының мамандары сол аурудың алдын алумен, сол ауруды болдыртпау үшін жұмыс жасайды. Ал енді осы мамандыққа байланысты қызықты бір ақпарат айтып өтейін. Зерттеулерге сәйкес бүкіл әлем бойынша 1 миллиард адам лас су ішеді екен. Әрине, бұл мәселеге байланысты қоғамдық денсаулық сақтау саласының мамандары алаңдаушылық білдіреді. Себебі қаншама миллиардтаған адамның денсаулығына, өміріне қауіп төніп тұр. Осы мәселе шешілгенге дейін осы саланың мамандарының атқарар жұмысы бар. Ал енді осы мамандықты бітіргеннен кейін қай жерде жұмыс істеуге болатынын айтып өтейін. Ол әрине денсаулық сақтау министрлігінде, қоғамдық денсаулық сақтау комитетінде де жұмыс істеуге болады, және оның аймақ бойынша бөлімшелерінде де жұмыс істеуге болады. Ал егер де сен шетелге шығып жұмыс істегің келсе, онда оңай жұмыс таба аласың. Себебі денсаулық сақтау комитеттері барлық мемлекеттерде бар. ақш-та да, Англияда да, Канадада да, және басқа да мемлекеттерде. Ал енді бұл салада жұмыс істеу үшін бойынан қандай қабілеттер табылуы керек? Ол ең алдымен әрине сапалы білім. Себебі сен қаншама қоғамның өміріне жауапты боласың, сол үшін саған сапалы білім қажет. Екіншіден, аналитикалық ойлау. Қазіргі таңда көптеген әртүрлі аурулар дамып келе жатыр. Солардың алдын алу үшін дұрыс сараптамалар жасау керек. Және жауапкершілік. Білем, жауапкершілік барлық мамандыққа қажет. Дегенмен бұл мамандық үшін ерекше қажет. Дені сау ұрпақтың болашағы жарқын демекші, сен көптеген адамның өміріне жауапты боласың. Қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының таңдау пәндері химия, биология. 2021 жылы бұл мамандыққа 150 грант бөлінген, ал грантқа ең соңғы оқушы 114 балмен түскен. Елімізде бұл мамандықты 8 университетте оқытады. Бұл университеттер жайлы толық ақпаратты біздің ЖО.кз приложениясынан көре аласың. Достар, міндетті түрде осы видеоны СЭСке қызығып, СЭСте жұмыс істегісі келетін достармен бөлісуді ұмытпа, оларға да пайдасы тисін.